Әлем чемпионаты тарихындағы ең мықты ойыншы кім? Жауап: тек бір адам болуы мүмкін. Ол жалаң аяқ футбол ойнап талант барлаушыларға көрінеді. Жастар құрамасында шектеуге қарамай Гинганы пайдаланып, жаттықтырушының көзіне түсті. Ұлттық құрамаға 16 жасында іріктеліп, 17 жасында алғаш рет әлем чемпионатын жеңіп алды. Бұл бастамасы ғана еді. Ол тірі кезінде көптеген рекордтар орнатты. Олардың көпшілігі әлі де жаңармаған. Ол 1364 футбол ойында 1282 гол соққан. Президент ол үшін арнайы заң жобасын шығарып, оны экспорттауға болмайтын ұлттық байлық деп атады. Азаматтық соғыс жүріп жатқан Нигерия оның сапарына байланысты 48 сағаттық соғысты тоқтатуға келісті. Оның болуына байланысты жасыл алаңдағы нөмір 10-шы жейде жаңа анықтамаға ие болды. Ол Гинга футболының рухы. Оның аты Пеле, футбол королінің бірінші буыны. Пеле есімі шын мәнінде оған бай балалар қойған лақап аты. Жек көрінішті адам дегенді білдіреді. Кішкентайынан кедей жерде тұратын Пеле күнде аяқ киім сүртумен қатар анасымен бірге ауқатты отбасылардың еденін тазалауға да барады. Бай балаларының футбол туралы сөйлескенін естіген ол қуанып, пікірталасқа қатысқысы келді. Бірақ олар оны мазақ етіп, оған Пеле лақап атын қойды. Пеле сөз қайтармады, бірақ күлкіге жауап беру үшін жасөспірімдер футболының сынақтарына жазылды. Осылайша Пеле өз командасымен бірге күн сайын көшелер арасында қарапайым және қуанышты жаттығулар жүргізді. Допты кеудесімен тоқтатып, кришадан пас алып, содан бір секіріп тепкенде доп кірді. Тіпті лайықты жабдықсыз болса да, Пеле достарын финалға дейін апарды. Ал келесі бай балалар командасы Кинг. Оларда кроссовкалар болмағандықтан Кингтер Пеле командасына жалаң аяқ команда деп күлді. Аяқ киім алу үшін Пеленің достары фабрикадан жержанға ұрлап сатып, бірнеше жұп ескі кроссовкалар сатып алды. Ойламағаны олар жалаң аяқ ойнауға үйреніп қалған. Ал аяқ киім кию олардың ойындарын нашарлатты. Корольдер қатарынан 6 гол соғып, командасын алға шығарды. Сонымен қатар Пеленің нашар ойнағанына күлді. Пеле бірден ашуланып кетті. Бірақ кенет көпшіліктің арасынан әкесін көреді. Әкесінің нық көздері Пелені бұрынғы ниетіне қайтарды. Аяқ киімін корттан лақтырып жіберді. Енді ол жалаң аяқтар аяқ киім кигендерден қорықпайтынын бәріне дәлелдегісі келді. Допты кеудемен ұстап, тіземен қағып, аяқтың арасынан ұстап, секірумен бірге доп ішке кірді. Мұны көрген достары да аяқ киімді тастап, бас киімдерін лақтырып, киімдерін шешіп жатты. Нағыз олар оралды. Ойынның аяқталуына небәрі 10 минут қалған. Өзінің сенімді және тамаша шеберлігімен бұл кедей балалар командасы қуып жетіп, қатарынан 4 гол соқты. Соңында бір ұпайға ұтылып қалса да, бүкіл көрермен Пеленің атын айқайлай айтты. Осы сәтте Пеле сөзіне жаңа мағына берілді. Алыстан бір барлаушы Пеленің әкесіне визиткасын берді. Ал екінші жағынан бірнеше шақырылмаған қонақтар келді. Сол жержанға ұрланған зауыт жұмысшылары, балалар жан-жаққа қашып бастады. Осы кезде қатты жаңбыр жауа бастаған еді. Пеле досымен үңгірге тығылып қалады. Бірақ күтпеген жерден оқыс оқиға болды. Жаңбыр тым күшті болып үңгірді құлатады. Пеле қашып үлгерді. Бірақ оның досы сол жерде өмір бақиға қалды. Бұл оқиға Пелеге көлеңкесін түсірді. Ол өзін кінәлағаны сонша, футбол ойнауды қойып, әкесімен бірге жұмыс істеп, дәретхана тазалап, қоқыс шығаруды бастады. Күнде тұманда өмір сүргендей жүрді. Бірақ әкесі баласының жүрегінде әлі де футбол арманы бар екенін біледі. Пеленің қызығушылығын ояту үшін мангоны доп ретінде теуіп, оған керемет Гинганы көрсетті. Әкесі бір кездері кәсіпқой ойыншы еді, бірақ жарақат алып бас тартуға мәжбүр болған. Сондықтан ол Пеленің жүрегіндегі тілекті жақсы түсінеді. Осыдан кейін күн сайын Пеле мен әкесі манго ағашының астында жаттығатын болды. Олар жасыл манголарды гол салуға және пысқандарын Гинга үйрену үшін істетті. Осылай 5 жыл өтті. Бұл күні Пеле үйге келсе, оны біреу күтіп тұр. Анасы оны осында шақырған екен. Өйткені анасы Пеленің тек футбол ойнағанда ғана көңілді екенін байқаған. Мүмкін ол футбол ойнау үшін туған шығар. Сол үшін ол көп жылдар бойы жасырып келген визиткаға хабарласты. Пеле осылайша кәсіпқой командаға іріктелді. Ол өмірі бұдан былай ақырындап шыңға жетеді деп ойлады. Бірақ шындық оған бір соққы берді. Аспанға манго лақтырылды. Пеле секіріп, допты кеудесімен қағып алды. Сосын ол әкесімен жаттыққандай бірнеше адамды өткен соң Пеле артқа бұрылып секіріп, бәрінің таңданған жүздерінен доп ішке кірді. Ал бұл Пеленің командаға келгеннен бері соққан алғашқы голы. Командаға алғаш келген кезде жаттықтырушы оған Гинганың кез келген түрін қолдануға тыйым салып, оны ауылский финт деп еуропалық озық дағдыларды үйренуді бұйырды. Әйтсе де Гинга жоқ, Пеленің жаны денесінен шыққандай болды. Алаңның барлық жерінде шектелді. Бірнеше ай қатарынан гол соға алмай, қанша жаттығу жасаса да, әлі де серпіліс болған жоқ. Ал оны командаға жіберу үшін ата-анасы бірнеше айлық жалақысын авансқа жіберіп, Пелені одан сайын ұятқа қалдырды. Пеле бас тартуды таңдап, жүктерін темір жол вокзалына апарды. Осы кезде Пелені тапқан барлаушы оны тауып алып, Гинга футболының тарихын айтып берді. 1950 жылғы әлем чемпионатында Бразилия ауыр жеңіліске ұшыраған екен. Көптеген адамдар бұл сәтсіздікті Гинга ойын стилінен деп түсінді. Сондықтан бәрі ойыншылардың бұл ойын стилін толығымен алып тастағысы келді.
Бірақ Гинга Бразилия халқының қанына сіңген. Ол Пелеге: "Сен бұрынғы нағыз жаны бар Пеле болып, қандай керемет жасалатынын көре аласың. Немесе пойызға отырып қайтасың да өмір бойы қарапайым боп өтесің" деді. Пойыздың жанынан өтіп бара жатқанын көріп, Пеле ойынға қайта оралуды жөн көрді. Ауырлықтан арылғаннан кейін ол шеберлігін қалпына келтіріп, тұңғыш голын соқты. Мұны көрген жаттықтырушы ашуланып, Пелеге "Не ойнап жатырсың?" Пеле тез кешірім сұрады. Бірақ содан кейін Пеленің Гинга жаны оянып, жол бойы алдап, жасөспірім құрамасынан жастар құрамасына, одан кейін кәсіпқой командаға, ақыры ұлттық құрамаға көтерілді. Ұлттық құраманың тізімі жарияланған күні Пеле жанұясымен радионың алдында бірінен соң бірі айтылып жатқан есімдерді, ең соңында небәрі 16 жаста болған Пеленің таңдалғанын естіді. Бірақ ол ұлттық құрамаға келгеннен кейін бапкер әлі де кез келген Гинганы қолдануға тыйым салады деп күткен жоқ. Енді Пеле тағы да ойнай алмай бастады. Сенімді жоғалтты. Бірақ сәтсіздіктерден кейін Пеле Гинганы қарсылыққа қарамастан пайдалануды шешті. Бірақ тым асығып тізесіне ауыр зақым алады. Және оның абайсыз әрекеті Гинга шеберлігін пайдаланудың теріс үлгісіне айналды. Ал әлем чемпионаты жақындап келеді. Ойыншыларды ауыстыру тым кеш. Сондықтан Пеле қосымша ойыншы ретінде барудан басқа амалы жоқ. Өкінішке қарай, Бразилия құрамасының ойыны сәтсіз басталып, үш негізгі ойыншы бірінен соң бірі жарақат алды. Пеленің жарақаты толық жазылмаса да, амалсыздан ойнауға мәжбүр. Қобалжып алаңға шықпас бұрын құсып, алаңға шыққаннан кейін бойының аласалығынан жұрттың күлкісіне қалды. Пеле бірінші тайм бойы көлеңкеде болды, және ол Гинга пайдалана алмағандықтан тым нашар ойнады. Үзіліс кезінде Пеле жеңіл жарақат алған әріптесін тауып, онымен ауыссам деп үміттенді. Бұл бастапқыда Пелеге лақап ат қойған бай бала еді, бірақ ол келесіде Пелеге осылай айтады деп күтпеген. Екінші таймның басында әріптестері Пелеге сене қарады. Нағыз Пеле қайтып келді. Келесі ол аңыздың басталуы. Бразилия Францияны 5-2 есебімен сәтті жеңіп, әлем чемпионатының финалына шықты. Бұл 1958 жылы Швецияда өткен әлем чемпионаты. Келесі финалда олар алаң иесі Швеция құрамасымен кездеседі. Әркімнің ойынша бұл ойында Бразилия міндетті түрде жеңіледі. Ол кездегі Швеция құрамасы Скандинавия алыбы деп аталатын еді. Ойын алдындағы сұхбатта олар Бразилия құрамасының қарапайымдылығын келемеждеп, команда мүшелері сынған және қалғаны мүгедек деп сес көрсетті. Психологиялық соғыстың бұл раунды Бразилия құрамасының көңіл күйінің төмендеуіне әкелді. Қиын сәтте Пеленің әкесі қоңырау шалды. Ол Пелеге күмәнданбау керектігін ескертті. You believed in yourself against France. Now you must inspire your team to believe in themselves. In Brazil, in the Ginga. Пеле допты алды да, көңілі қалған командаластарын тауып, эстафета жасауды ұсынды. Осылайша мейрамхана, ас үй, вестибюль олардың стадионына айналды. Эстафетаға барлық топ мүшелері қосылып, сенімдерін қайта оятты. Мұның барлығын жаттықтырушы да көреді. Соңында ол өзгеріс жасады. Ол барлығына бұрынғы еуропалық ойын стилі мен тактикасын ұмытып, Гинганы өз қалауынша істетіңдер деді. Ол әлем басқаларға еліктеп, өзін ақымақ ететін бразилиялықтардың тобын көргенін қаламайды. Бәрі Бразилия құрамасының шынайы қырын көргенін қалайды. Жеңіске жететініне сенімді болмаса да, бұл қызықты ойын болатынына сенімді еді. Келесі күні финал басталды. Күтпеген жерден Пеле шыға салысымен Швеция құрамасының көзіне түсті. Басында қатты соққыға жығылды. Ұзын бойлы және күшті швед ойыншылармен салыстырғанда, Бразилия құрамасы мини команда сияқты. 4 минутқа жетер-жетпес уақытта Швеция құрамасы гол соғып, бүкіл стадион дүр сілкінді. Пеле жан-жағына қарап, бүкіл стадионда бразилиялық жанкүйерлер үшін аз ғана алаң қалғанын байқады. Оның рухы кенет оттай тұтанып кетті. Ол бүкіл әлемде Бразилияның құрметке ие болу үшін бар күшін салғысы келді. Пеле өзінің керемет Гинга қимылдарын пайдаланып бірнеше ойыншыны бірінен соң бірін алдап өтіп, содан кейін тамаша финт жасады. Ал оның командаластары ере соққы жасап, есепті теңестірді. Содан кейін дәл осылай тағы бір гол соқты. Екінші тайм ол патша Пеленікі. 55 минутта ол атақты голды соқты. Қорғаушыны басынан асырып өтіп алдап, допты қақпаға соқты. Ойынның соңғы минутында Пеле баспен тағы бір гол соғып, осы классикалық финалды тамаша аяқтады. Қорытындысында Бразилия құрамасы 5-2 есебімен тарихтағы тұңғыш әлем чемпионатында жеңіске жетті. Сонымен қатар футбол патшасы Пеленің дәуірі келді. Ол 17 жастағы футбол чемпионының дүниеге келгені туралы тарихта жазып қалдырды. Бір кездері өзін қорлаған лақап есім Пелені бүкіл әлемді таңдандыратын символға айналдырды.